Мен номер 9 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Сердалина Бибі Сатыбайқызымын. Еңбек өтілім осы мектепте 20 жыл, жалпы 36 жыл мектепте бастауыш сыныптарға сабақ беремін. Биылғы 2020-2021 жылы бірінші сыныпты қабылдадым. Бірінші сыныпты қабылдаған кезде оқушылар әртүрлі деңгейде келеді. Сондықтан ең бірінші менің мақсатым әр оқушының психологиясын зерттеп алу. Психологиясын зерттеп алғаннан кейін әр оқушыға мен өзім қалай жұмыс істеу керек, қандай жұмыстар істеу керек, соның бәрін мақсатқа қоямын. Ең негізгі мақсат бірінші сыныпты оқытуда ол оқушыларды жазып үйрету, оқып үйрету және санап үйрету. Және де тәрбие мақсатында да балаларды өздерін қалай ұстау керек, осы жайлы әңгімелер өткіземін. Жас мамандарға айтарым ең бірінші мақсат ол оқушылардың тағы да өз ойларын жете айту, сөз қорларын молайту, ол үшін кітапханаға жиі балаларды жіберіп үйрету. Егер өзімнің жұмысым барысында кішкене қысқаша айтып кететін болсам, оқушыларымды оқулықпен ғана шектелмей, жеке жұмыстар беремін. Мысалы, карточкалар жасаймын, мәтіндер таратамын. Сол мәтіндер бойынша оқушылардың біріншілерін оқып үйренеді, және мазмұнын айта үйренеді. Сол кезде олардың сөз қорлары міндетті түрде арта түседі. Қазір оқушылар біз биылғы жылы 3-ші тоқсанда аяқтап жатырмыз. Оқушылардың жалпы 16 оқушының жалпы 10 шақтысы менде жоғарғы көрсеткіште оқу да біледі, жазу да біледі, өз ойларын айта да біледі. Жан жақты оларды үйірмелерге де қатыстырып жатырмыз. Өтіп атқан онлайн конкурстарға да қатысып жатыр. Әр мереке сайын концерт та қойып, онлайн арқылы осы бәрін WhatsApp арқылы біз Instagramға да және Facebookқа да жариялап отырамыз. Ал енді біз бастауыш сынып оқығаннан кейін біздің еңбегіміз әрине 11-ші сынып бітіп оқушыларымыздың 11-ші сынып тәмамдаған кезінде белгіленеді. 2016 жылы менің ең алғашқы түлектерім осы мектеп қабырғасын бітіріп кетті. 5 оқушым алтын белгіге иегерлері болды және бір қызыл аттестатқа бітірді. Одан кейінгі оқушыларым 4 жылдан кейін бітіріп кеткен Несіпбай Асқар, осы оқушыларым да 4 оқушым алтын белгіге бітіріп, 2 оқушым қызыл аттестатқа бітірді.